мұржың дегені, ана жігітті көрдің бе, краш екен деген сөздерді біз күнделікті өмірде көп естіп жүрміз. Сіздермен бірге Маржан Нұрханқызы бүгін сөздік қорды қалай байытуға болатындығын талқылайтын боламыз. Бірінші, көркем әдебиетті міндетті түрде оқуға тиістісіз. Егер көпшілік алдында өзгеше ойларыңызбен танылғыңыз келсе, ерекшеленгіңіз келсе, сіз көркем әдебиетті оқыңыз, өйткені оралымды ойлар, әдемі тіркестер көркем әдебиеттің ішінде. Әлемдік классиктерді, қазақ халқының ақын жазушыларын оқи біліңіз. Екінші әдіс, өзіңіз айнаға қарап, немесе камера алдында сөйлеп үйреніңіз. Бұл адамның өзінің қайта-қайта жандандыру арқылы сөйлей-сөйлей шешен болып кеткенін байқамай қалатын әдістің бірі. Үшінші, ой қойаршы, кітапты оқимын, басын бастаймын, аяғын аяқтамаймын, ұнамайды, желісі ұнамайды деп сыншы болып кететін болсаңыз, ұйықтап қала беремейтін болсаңыз, сіз қысқа әңгімеден бастаңыз. Қысқа әңгімелер адамға жағымды көңіл күй сыйлайды. Оның тез бітетінін білесіз. Уақытым аз дейтіндер үшін бұл таптырмас әдістердің бірі. Сондықтан сөздік қорларыңызды байытып, көп алдында өзіңіздің құнды екендігіңізді таныта біліңіз. Каналға тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар.